Сәлем достар, бүгін сіздерге қызылшадан өте оңай әрі жеңіл витаминді салаттың рецептісін көрсететін боламын. Алдымен қызылшамызды суға пісіріп алғаннан кейін осылай жақсылап көбіктеп турап аламыз. Одан кейін салат жапырақтарын алып, ұсақтап оны да турап аламыз. Салат жапырақтарын әбден суда жуып алыңыздар. Және де қалауыңыз бойынша осылай көк шөпті де қосып жібердім мен. Бұл міндетті емес, әркімнің өзінің таңдауы. Енді жуылған қара мейіздерімізді үстіне салып шығамыз. Алмамызды да 4 бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Осылайша барлығын турап аламыз. Ыдысымызға салып араластырамыз. Үстіне зәйтүн майын не болмаса осындай кәдімгі сұйық майды қосамыз. Шамамен 2 ас қасықтай, және де қалауыңызша күнжіт себіңіздер. Салатымызды жақсылап араластырып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте жеңіл әрі пайдалы тойымды салаттардың бірі.